Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді және де оңай жасалатын құймақтар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 3 жұмыртқаға қантты салып араластырамыз. Қантты өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Біздің отбасымызға блинчиктердің, яғни құймақтардың тәтті болғаны ұнайды. Сондықтан мен 5 ас қасық салып венчикпен араластырдым. Егер сіздер осы құймақтарды начинкамен жейтін болсаңыздар, онда қантты кішкене аз салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне жылы сүтімізді құйып, оны да араластыратын боламыз. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан ақ ажурный, яғни тесік-тесік болып шығатын болады. Енді осы қоспаларымыздың үстіне 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне қайнаған су қосамыз. Бір ас қасық ас содамызды қосып, оны да араластырып, және де алдын ала електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып қосамыз. Ұнды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп қосуымыз қажет, және де ешқандай түйіршіктер қалмайынша араластыруымыз керек. Міне біз ұнымыздың ең соңғы бөлігін қосып жатырмыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Және де осымен біздің салмамыз дайын болды, яғни массамыз дайын болды. Осындай сұйық болуы қажет. Енді қызып тұрған табамызға құймақтарымызды құйып пісіріп аламыз. Бетінде осындай тесіктер пайда болған кезде біздің құймақтарымыз пісті деген сөз, яғни аудара берсеңіздер болады. Таңғы асқа өте оңай және де тез дайын болатын тәттілеріміздің бірі, сондықтан да сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қалған құймақтарымызды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Осымен біздің таңғы асқа керемет үйлесетін құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Қарап тұрсаңыздар, рецепт өте оңай. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Біздің блинчиктеріміз кез келген начинкамен үйлеседі. Өз қалауларыңызша ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.